Құрметті қатысушылар, келесі сөз кезегі қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Талғар қаласы Халипов атындағы нөмір 1 жалпы орта мектептің мұғалімі Серикбаева Арайлым Асаналиевнаға беріледі. Тақырып ұлы дала сырлары. Сөз кезегі сізде. Армысыздар тұғыр қатысушылары, ұйымдастырушылары. Мен Талғар қаласының номер 1 жалпы орта мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәні оқытушысымын. Бүгінгі сіздермен бірге қарастыратын тақырыбым ұлы дала сырлары. Өз әлемінің кереметімен мақтанады. Ал мен үшін тарих ең бақалы қазақы. Әрбір қазақ өз атамекенінің тарихын, салт-дәстүр мен әдебиетін біліп, ұрпаққа аманат ретінде табыстап, ретінде бағалап отырса, елдің дәуірлердің тіккен өр қазақтың байтақ жұртымыздың жүрегі желбірей бермек. Ұлы даланың сырлары тұңғиық теңіз сияқты. Мен өз мақаламда тарихы сонау ғасырлар қойнауында жатқан Талхис қалашығы, қасиетті Райымбек батыр, хан тәңірінің мұзбалағы Ақиық ақын Мұқағали жайлы сыр шертіп келіп отыр. Ұлы даланың тарихы сонау ғасырлар қойнауында жатқан тарих қаласы, Талғар қаласы ертеректе Талхис қалашығы аталған. Ол шамамен 8-14 ғасырларда бой көтерген. Археологтардың бойынша осы қоныста 8000-ға дейін адам тайпалар мен қарлықтардың шекарасында орналасқан. Орта ғасырдағы жиһан кезінің сипаттауына қарағанда, оның тұрғындары жауынгер, батыр, әрі айбынды болған. Қаладан қыш ыдыстар, темірден, қоладан, сүйектен жасалған құралдар мен әшекейлер көптеп табылды. Күміс, мыс, сүйектен қашап алынған әртүрлі тұрмыстық бұйымдар, қола, айна, ирандық мыс құмыра және де басқа жәдігерлер табылған. Білім алушылармен және жас мамандармен рухани жаңғыру бағдарламасы аясында туған жеріміз Талхис қалашығының өткеніне көз жүгіртіп, табылған тарихи жәдігерлермен таныстыру, тарихымен сусындату мақсатында сабақ барысында және сабақтан тыс іс-шараларды ұйымдастырып, атамекеніне деген патриоттық сезімдері мен қызығушылықтарын арттырып отырамын. Осындай іс-шаралардың нәтижесінде шәкірттерім өз ойларын, әсерлерін, пікірлерін баспа беттеріне жариялайды. Сондай-ақ 5-ші сынып оқушысы туған жерім тұғырым тақырыбындағы жұмысының нәтижесінде білім өркениеті ғылыми-әдістемелік орталығының ұйымдастырған Қазақстан Республикасының 100 үздік оқушысы қатарына енді. Білім алушылармен әдебиет пәнінде Талғар қаласынан Ұлы Отан соғысына аттанған әрі батыр тау тұлға Бауыржан Момышұлы туралы және осынау дара тұлғаның бүкіл саналы ғұмыры, ғибратқа толы істері, жүріс-тұрысы, сөйлеген сөздері, терең мағыналы ойларын, нақыл сөздерін сабақ барысында білім алушылармен бірге талдап, ғибратты, өнегелі істерін үлгі етіп, тәлім мен тәрбиені насихаттаудамын. Білім алушыларға Баукеңнің даңқы, рухы өзіне керек емес, ол бізге, ұлтымызға, келер ұрпағымызға керек екенін жете түсіндіре отырып, Бауыржандай алыбымызды ардақтай білуге және ұлтымызға ұран болған ұлы тұлғамызды ұлықтау басты мақсатыма айналды. Маңдайдағы наркескеннің өзіңсің, ерлігіңмен, өрлігіңмен ірісің, халқыңменен біргесің сен жаната, ұмтылмайды өнегелі ұлысың деген арнау сөздерді басшылыққа ала отырып, оқушылармен бірге Бауыржан Момышұлының ұмытылмас ұлы мұрасы, нақыл сөздерін жинақ кітапша етіп шығардық. Кітапшада Момышұлының шығармаларынан 300 нақыл сөздері мен ұлағаттары, пікірлері жиналды. Жауға өз атын ұрандап шапқан қасиетті бабамыз қасыққаны қылғаша жаулармен күрескен, Райымбектің батырлығын, қасиеттілігін дәріптеуде оқушылармен бірге тарих қойнауына саяхат жасап, ол туралы жазушылардың, ақындардың шығармаларын оқып талдау жасадық. Нәтижесінде оқушылар Райымбек батырдың 17 жасынан жоңғар басшыларына қарсы күресте ерлік көрсетіп, батыр атанғандығы жайлы және батырлығымен қатар әулие қасиеттілігімен де таныс болды. Қазақта бір туар, ұмытылмас ұлы есімдер аз емес. Соның бірі Ақиық ақын, хан тәңірінің мұзбалағы Мұқағали Мақатаев.
Мұқағалидың өмір жолы тау теңіздей ұлы мұрасы, шығармашылығы оқушылар үшін өте қызықты, өмірге деген құлшыныстарын арттырып, шалқар шабыт береді. Мұқағали Мақатаев шығармашылығынан қазақтың нағыз ұлттық поэзиясын көреміз. Мақатаев жырларындағы қазақтың жері мен суы, тауы мен даласы көрініс тапқандығы өз алдына өзгеше пайымдау ерекшелігі, өзіндік өнер салар тілі, шалқыған шабыты, сөзге шебер халықтың ұрпақ екенін аңғартады. Мұқағали мұрасы сөз өнерінің дара мұнарасы ретінде болашаққа апарар құнды қазына болып қала береді. Мұқағали өз жырларымен қазақ елінің қасиеті мен құдіретін болашаққа, ұрпаққа паш еткен. Мұқағали мұрасын дәріптеуде оқушылармен сабақ барысында және сабақтан тыс алуан түрлі іс-шаралар өткізіледі. Жыл сайын туылған күніне орай ақынның шығармашылығынан оқулар өткізіліп, жүзден жүйріктер аудандық, облыстық, тіпті республикалық оқуларға жолдама алады. Ақиық ақынға арналған әдеби кештерде оның өлеңдері мен жыр шумақтары өрмектей өріліп, әндері жібектей төгіліп, әрбір тыңдарманның жүрегінен жол тауып керемет әсерге бөлейді. Поэмаларын сахналауда көрерменнің көзіне ерекше жас келтіріп, тебірентіп, толғанысқа бөлейді. 2021 жылы ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың туылғанына 90 жыл толады. Осы айтулы күнге білім алушылар ақынға арнау, эссе жазып, жинақтап, кітапша шығармақ ойымызда бар. Міне, аз да болса осындай жұмыстарды атқара жүріп, болашақ ұрпақтың бойына қуат, жүрегіне таусылмас жігер беріп, адами келбетінің қалыптасуына ықпалымды тигізіп, алған білімдерін өмірлік тәжірибелеріне қолдана білулеріне өз үлесімді қосудамын. Мен өз еліммен мақтанамын, қазақтығымды асқақтатамын. Жасай бер, мәртебесі биік, тұғыры берік, мәңгілік елім Қазақстаным. Біздің заманда биікке өрлеймін деген адамға жол атаулының бәрі даңғыл. Шаршамай, талмай, биік шыңдарға өрлей беріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Арайлым Асаналиевна, өте жақсы құнды мәліметтер бергеніңізге рахмет. Өзіңізде шыңдап, өрлеп дами беріңіз. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. 3-ші секция өз жұмысын тамамдады. Сонымен, Әділ қазылар алқасының шешімі бойынша 3-ші орын Серикбаева Арайлым Асаналиевна, Талғар қаласы Халипов атындағы мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.